Менімен бірге үлпілдеген жұмсақ пончиктер жасап үйренеміз. Ең алдымен жылы сүтімізді керек мөлшерде алып, оны ыдысымызға құямыз. Сонымен бірге қантымызды салып, қант ерігенше араластырамыз. Араластырып алдық. Енді ашытқымызды және тұзымызды салып тағы да араластырамыз. Содан кейін жұмыртқа саламыз. Керек мөлшерде сұйық майымызды құйып аламыз. Яғни 2 ас қасық. Бәрін жақсылап араластырып, ұнды електен өткізіп, үстіне аз-аздан салып отырамыз. Ұнды електен өткізгенде арасына ауа кіріп, біздің пончиктеріміздің үлпілдеп пісуіне жақсы әсерін береді. Жақсылап ұнды басында салар кезде венчикпен араластырамыз. Қою бола бастағанда қолымыздың көмегімен илейміз. Ұнымыздың бәрін салып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да илейміз. Бұл процеске 5 минут уақыт жетеді. 5 минут арасында илеп, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Асықсаңыздар 1 сағатқа, болмаса 1,5-2 сағатқа да қоюға болады. Қамырымыз дайын, оны оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қалыңдығы 2 см болу керек. Жайып болғаннан кейін дайын формамен кесіп аламыз. Не болмаса стаканның көмегімен де істеуге болады. Кесіп болғаннан кейін біздің пончиктарымызды 15-20 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Бетін жауып қою керек, міндетті түрде. Осы кезде біздің пончиктарымыз тағы да көтеріледі. Қиғаннан артылған қамырымызды тастамаймыз. Оларды да жинап, тағы да илеп, тағы да пончикке кесіп аламыз. Осы кезде біз табамызды немесе пончикке пісіретін ыдысымызды қыздырып аламыз. Майын көбірек құйып, орташа отта пончиктерімізді 2 жағы қызарғанша пісіреміз. Егер сізде май аз болып жатса, немесе жайпақ ыдысқа пісіріп жатсаңыз, осылай қасықтың көмегімен тез-тез пісуіне өз әсеріңізді тигізсеңіз болады. Пончиктеріміздің 2 жағы да қызарған кезде біз ала береміз. Пончиктер өте тез піседі, сондықтан пештен алыс кетпейміз. Пісіп шыққан пончиктерімізді қағаз салфеткаға қоямыз. Артық майлары болса, қағаз салфеткаға сіңіп кетеді. Пончиктеріміз жылы кезінде үстіне қант ұнтағын себеміз. Немесе шоколадпен де әрлесеңіз болады. Бәрі дайын болды, мінекей сіздерге ас болсын.
Сіздермен Жұлдыз. Бүгін шоколадты пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Пирогымыз өте дәмді және құрамы да қолжетімді. Ауызға салсаң еріп кетеді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керегі 3 жұмыртқа. Егер бұрын-соңды пирог жасап көрмеген болсаңыз, осы пирогты жасап көріңіз. Міндетті түрде жақсы шығады. Ешқандай қиындықсыз бәрін қосып араластырасыз және пісіресіз. Құрамы да қолжетімді. 3 жұмыртқамызды алып миксердің көмегімен араластырамыз. Қантымызды салып отырамыз. Керек мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін. Қантымызды бірден бәрін салмаймыз, аз-аздан салып, ерігенше араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Және сүт қосамыз. Келесі кезекте ұнға ванилин және ұн қопсытқыш разрыхитель қосып аламыз. Сонымен қоса 2 ас қасық какао қосып жақсылап араластырамыз. Осы ұнымызды біз сұйықтыққа қосамыз. Азыздан қосып масса жасаймыз. Массамыз қоймалжың болып шығады. Массамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін біз формамызды майлаймыз. Осы уақытта пешімізді қыздырып қоса беруге болады. Массаны құйып алғаннан кейін видеода көрсетілгендей ұрғылаймыз. Арасында ауа қалып қалса шығу керек. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минут аралығында піседі. Осы уақыт аралығында пештің аузын ашпаймыз. Себебі біздің пирогымыз көтеріліп пісу керек. Біздің пирогымыз піскенше біз сүт пен какаоны араластырып аламыз. Ол біздің пирогымыздың жұп-жұмсақ болу үшін арасына құятын сұйықтығымыз, пропиткамыз. Пирогымыз пісті, суыды, енді арасын кесіп, осы пропиткамызды құйып шығамыз. 10 минуттай қойып қоюға болады. Тағы да сүтті аламыз, керек мөлшерде. Оған шоколадты салып, қыздырып, ерітіп аламыз. Не болмаса сүтімізді қатты қыздырып, шоколадты салсаңыз, өзі еріп кетеді, араластырып тұру керек тек қана. Шоколад толығымен еріген кезде біз суыған пирогымыздың үстіне қосамыз, жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін салқын жерге жарты сағатқа қойып қойсаңыз болады. Міне біздің пирогымыз дайын, өте жұмсақ және керемет пирогтардың бірі болып саналады. Жасалу жолы да оңай. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.
Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен ерекше пончиктар жасайтын боламыз. Оның ішінде салмасы болады. Менімен бірге соңына дейін болып тамашалаңыздар. Біздің пончиктеріміз өте жұмсақ, көріп отырғандарыңыздай, дәмді және бір жасағаннан желініп кетеді. Менімен бірге жасаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді аламыз. Оған шым-шым тұз және керек мөлшерде қантын салып, араластырып, ашытқы саламыз. Ашытқы салып араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қоямыз. Ашытқымыз біздің көтерілу керек. Біздің ашытқымыз көтерілді. Енді 2 жұмыртқа қалауынша немесе 1 жұмыртқа қоссаңыз да болады. Мен видео форматта көрсетуді, түсіруді ұмытып кетіппін. Сіздер ұмытпай салыңыздар. Артынша ұнды електен өткізіп, салып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп алдық. Енді өсімдік майын қосып, өсімдік майы сіңгенше тағы да илейміз. Майымыз сіңгенше 3-4 минут аралығында осылай илей бастаймыз қолымыздың көмегімен. Толықтай сіңгеннен кейін қамырдың бетіне май жағып, бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 1-1,5 сағатқа қоясыз. Көтерілгенін қарап отырасыз. Мен жағдайымда 1 сағат уақыт кетті. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді қамырды алып, теңдей бөліктерге бөліп шығамыз қолымыздың көмегімен. Ешқандай формада керек жоқ. Кесіп те алмаймыз. Қолымыздың көмегімен домалақшалар жасап аламыз. Әр пончиктің салмағы 50-60 граммдай болады. Сіздер таразыға салып өлшесеңіздер де болады. Мен көз мөлшерімен есептедім. Алдын ала пергамент қағазын төртбұрыштеп кесіп алдым. Әр пончикті осы қағаздарға орналастырамын. Пончиктерімізді қағазға орналастырғанның бірден-бір себебі, пончиктеріміз көтерілген сәтте, оны пісіру үшін табаға қолымыздың көмегімен емес, осы қағазбен саламыз. Ешқандай да қолымызды тигізбейміз, нанымыз басылып қалмайды. Дәл осы домалақ күйінде пісіп шығады. Осы сәтте майымызды қыздырып аламыз. Орташа отта қатты қызып тұрған майға пісіреміз. Пончиктеріміздің бетін жауып 30-40 минут көтерілгенін тосамыз. Мінекей біздің пончиктеріміз көтерілді. Қамыры өте жұмсақ. Пончиктеріміз домалақ, өте жұмсақ болып тұр. Осыны бұзып алмау үшін қағазымыз өте жақсы қызмет атқарады. Қағаздың шетінен алып, қызып тұрған майға саламыз. Майға тигеннен кейін қағаздар өзі жеңіл алынады. Шетінен алып тастаймыз. Пончиктерімізді қайта-қайта ауыстыра бермейміз. Bir жағы қатты қызарып піскеннен кейін екінші жағына ауыстырамыз. Бір-ақ рет аударамыз. Ортасы піспей қалмасын десеңіз, осылай кішкене қызартып пісіреміз. Осы кезде айта кететіні, отты қатты қоймаймыз, себебі отымыз қатты болса, майымыз қатты қызып, пончиктеріміз тез пісіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіреміз. Енді пончиктеріміздің салмасына келетін болсақ, менде құйылтылған сүт. Сіздер қалауыңызша кез келген шоколадпен, немесе өзіңіз заварной крем жасап салуға болады. Кез келген салма сала бересіз. Біз пончиктерімізді табадан алғаннан кейін біраз суытып аламыз. Суығаннан кейін ортасын таяқшамен тесіп қолымыздың көмегімен. Кондитерлік қапшыққа біз салмамызды салып, ортасына енгіземіз.
дайын пончиктерімізді қант ұнтағына немесе құрғақ сүтке қалауыңызша осылай аунатып аласыз. Бұл міндетті емес, өз қалауыңыз бойынша жасай бересіз. Мінекей біздің пончиктеріміз дайын. Сіздерге ас болсын, осы рецептпен жасап көріңіздер. Жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Жұлдыз. Егер менің арнам ұнап жатса, жазылып қойыңыздар.
Сіздер ең дәмді пирогтың қандай пирог екенін білесіздер ма? Мен сіздермен соның рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеода көріп отырғандарыңыздай, бұл әрине сүзбелі бәліш, сүзбелі пирог. Әрине, бұл пирогтың көптеген рецепттері бар, бірақ менің рецептім сәтті шығатын рецепттердің бірі болып табылады. Сондықтан менімен бірге жасаңыз. Ең алдымен електен өткен ұнымызға сары майымызды саламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек және майлылығы 82%-тен жоғары болу керек. Майды қолымыздың көмегімен езіп, ұнмен біріктіріп, бір масса жасаймыз. Артынша қант салып, жұмыртқаның 2 сарысын салып араластырамыз. Содан кейін ванилин және ұн қопсытқыш разрыхитель саламыз. Артынша қаймақ салып, бәрін бір масса жасап, илеп аламыз. Біздің қамырымыз дайын, оны орап 20-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал біз қамырымыз тыңғанша салмасын дайындаймыз. Салмасына сүзбемізді, қантымызды және жұмыртқадан қалған ақуызымызды салып аламыз. Артынша, егерде сүзбеңіз сулы болып жатса, кукурузный крахмал салған жөн. Осының бәрін салып, жақсылап езіп аламыз. Біздің салмамыз дайын, орташа қоймалжың масса болып шығады. Біздің қамырымыз дайын, қамырымызды оқтаудың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен ыдысымызға тегістеп шығамыз. Әрине, ыдысымызды майлауды ұмытпаймыз. Артылғанын алып қаламыз, ол бізге әрлеуге керек болады. Енді салмасын салып тегістеп шығамыз. Мен пышақтың көмегімен тегістеп шықтым. Артылған қамырыңызды алып, оны өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен сіздер көріп отырғандарыңыздай әсемдеп шықтым. Өте көп уақыт алмайды. 5 минуттық жұмыс. Әсемдеп болғаннан кейін жұмыртқаның бір сарысын алып, үстіне аздаған сүт қосып жағып шығамыз. Осы кезде өзіңізге ұнаған жемістер немесе жидектерде қоссаңыз болады. Таңқурай немесе қарақат, құлпынай қоссаңыз да болады. Дәмін ерекшелендіре түседі. Бәрін жағып болдық. Енді қызып тұрған пешімізге саламыз. Мен 40 минутта пісірдім. Сіздер пештеріңіздің қызуына байланысты көресіздер. Мінеки, біздің ең дәмді пирогымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Жұлдыз, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.
Осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге кеңес беремін. Бірден сәтті шығатынына сенімдімін. Сіздермен жылдыз, мен сіздермен сүзбелі пирогтың бір түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен шұңқыр ыдысымызды алып, оған 4 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін миксерімізді алып, жұмыртқамызды бір қалыпты массаға келтіреміз. Біздің жұмыртқаларымыз бөлме температурасымен қалыпты жағдайда болу керек. Егер сіздерде тоңазытқышта тұратын болса, алдын ала шығарып қою керек. Біраз араластырғаннан кейін керек мөлшерде қантымызды алып қосамыз, оны да араластырамыз. Пирогтың жасалу жолы өте жеңіл. Бірінші рет жасасаңыз да, бір жасағаннан шығатын пирог болып саналады. Артынша сұйық май мен сүтімізді керек мөлшерде қосып араластырып, бәрін бір қалыпты масса жасаймыз. Егер бұл пирогты бірінші рет жасап тұрсаңыз, уайымдаудың қажеті жоқ, себебі бір жасағаннан шығатын пирог болып саналады. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды електен өткізіп, оған ванильный сахар, қантымызды салып және разрыхитель қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Алдын ала мен електен өткізіп алдым. Енді ұнымызды массамызға салып араластырып отырамыз. Бірнеше бөлікке бөліп салсаңыздар болады. Мен 3-ке бөліп салдым. Видеода көрсетілгендей асықпай араластырамыз. Бізде қою масса болып шығады. Келесі кезекте ірімшігімізге, сүзбемізге көшеміз. Енді сүзбемізді алып, оған бір жұмыртқа және керек мөлшерде қант, крахмал салып, блендермен өткізіп аламыз. Міне болдық. Енді сүзбемізді кондитерлік мешокқа салып аламыз, ыңғайлы болу үшін. Келесі массамызды майланған ыдысымызға құйып, ұрғылап ауасын шығарамыз да, үстіне сүзбемізді узорлап салып шығамыз, әсемдейміз. Өз қалауыңыз бойынша істесеңіз де болады.
Пирогымыз жартылай дайын. Енді қызып тұрған пешімізге алып, 180 градуста 45 минутқа қойып шығамыз. Пирог өте жұмсақ және дәмді, тез желінетін пирогтардың бірі болып саналады. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Жұлдыз. Каналым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен чак-чак жасап үйренеміз. Бұл тағамның жасалуы да оңай, желінуі де тез тағам болып табылады. Әр дастарханның сәнін келтіретіні анық. Ал ең алдымен 2 жұмыртқамызды, үлкен болса, кішкентай болса 3 жұмыртқамызды аламыз. Оған жарты шай қасық сода қосамыз. Шым-шым тұз салып, және 1 шай қасық қантымыз салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, шетінен қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспау керек. Илеп алғаннан кейін қамырымызды 5-10 минут демалдырып қоямыз. Қамырымыз жұмсарды, енді бетіне ұнды сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Енді оны ұзыншалап етіп кесіп, артынан 4 бұрышты ғып кесеміз. Үлкен ғып кесуге де болады, кішкентай ғып кесуге де болады. Ол дәміне ешқандай әсер бермейді, тек қана өз қалауыңыз бойынша. Мен орташа етіп 4 бұрыш деп турап шықтым. Енді оны қызып тұрған табамызда пісіріп алам. Бәрін кесіп болғаннан кейін табамызға май құйып, қатты қыздырып аламыз. Қатты қызып тұрған сәтінде салып, алтын түстес болғанша пісіреміз. Өте тез піседі, қарап араластырып тұру керек болады. Бәрі пісіп шықты, енді үстіне сгущенка қоюланған сүтті құямын. Немесе балды да ертіп қосуға болады. Біздің тағамымыз дайын. Үстіне дастарханға қоятын кезде мак себеміз.
сіздерге ас болсын. Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тәтті тоқаштар жасайтын боламыз. Бұл тоқаштың ерекшелігі қатпарлы және мини тоқаштар болып келеді. Таза құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді, бөлме температурасындағы жұмыртқамызды, қантымызды және шым-шым тұз, ашытқы және ванилин қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң, бөлме температурасындағы сары майымызды немесе ерітілген сары май қоссаңыз да болады. Оның үстінен електен өткізген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болар кезде үстінен сұйық май қосып, тағы бір илеп жібереміз. Қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 30-40 минут өткен соң, қамырымызды алып, оны теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Мен 16 бөлікке бөлдім. Бөлінген әр бөлігімізді домалатып аламыз. Аздаған уақыттан соң әр бөлігімізді жайып шығамыз. Бәрін жайып шыққаннан кейін үстіне сары майымызды жағып отырамыз. Менде 16 қамыр болды. 16-ны 2-ге 8-8-ден бөліп алдым. Қамырдың үстіне май, майдың үстіне қамыр кезектесіп жағып шығамыз. Бәрін болған соң, қамырымыздың бетін жауып, салқын жерге қоямыз.
1 сағаттан кейін қамырымыз дайын болды. Оны жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болдық. Енді теңдей үшбұрыш етіп бөліктерге бөлеміз. Шыққан үшбұрыштарымызды, булочкамызды орап шығамыз. Ортасына өзіңіз қалаған салма салсаңыз да болады. Тоқаштарды болған соң көтерілгенше жылы жерге қоямыз. Аздаған уақыттан соң тоқаштарымыз дайын. Оның үстіне жұмыртқаның сарыуызы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Енді қызып тұрған пешімізге 30-40 минутқа саламыз. Біздің қатпарлы мини тоқаштарымыз дайын. Оның үстіне қант сиропын жағып, тағы 1-5 минутқа пешке салып қойсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызға байланысты. Сіздерге ас болсын. Егер сіздерге менің каналым қызықты болып жатса, жазылып алыңыздар. Алда тағы қолжетімді, оңай, тез пісетін рецепттер шығарамын.
сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен құймақтар жасап үйренеміз. Асты жабысып қалмайтын, жыртылмайтын құймақтардың рецептімен бөлісемін. Ол үшін алдымен 3 жұмыртқамызды аламыз. Оның үстіне қантымызды керек мөлшерде салып, аздаған тұз саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстіне жылы айранымызды немесе сүтімізді құямыз. Құйып араластырып, оның үстіне електен ұнды өткізіп саламыз. Ұнды салған кезде 2-ге немесе 3-ге бөліп салу керек. Сол кезде бізде қою масса пайда болады. Ұнымызды електен өткізіп салғаннан кейін үстіне ас содасын немесе қопсытқыш салуымыз керек. Ұнымызды араластырып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Ыстық су құйған кезде тезірек араластырамыз. Бізде қоймалжың масса пайда болады. Оның үстіне өсімдік майын құямыз. Араластырамыз. Менің ыдысым кішірек болғаннан кейін басқа ыдысқа құйып алдым. Осыдан кейін жақсылап араластырып, үстіне тағы да ыстық су құямыз. Осы массамызды 15-20 минутқа салқын жерге қойып қоюға болады. Егер уақытыңыз жоқ болса, пісіре беруге де келеді. Бірінші құймағымызды пісіретін кезде табамызды майлап аламыз. Ал қалған құймақтарды пісірер кезде майлауды қажет етпейді. Құймақтарымызды қатты отта қызып тұрған табада 2 жағы қызарып піскенше пісіреміз. Құймақтар өте тез піседі және көп уақыт алмайды. Оны дастарханға қойырда тосап немесе қаймақ, кілегей салып берсеңіз де болады. Немесе ішіне жеміс-жидектер салып, орап түрлендіріп ұсынсаңыз да болады. Біздің құймақтарымыз осымен дайын. Сіздерге ас болсын. Егер сіздерге менің каналым қызық болып жатса, қолдап кетіңіздер және жоғалтып алмау үшін сақтап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен пончики жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізді алып, үстіне 2 шай қасық қантымызды салып, езіп аламыз. Артынша аштығымызды саламыз. Оны да араластырып, артынан тұз бен жұмыртқамызды да салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, артынан ұнды салып, бір масса болғанша қоса береміз шетінен. Дайын болған
нанымызды май құйып, тағы бір басып аламыз, жақсылап илеп аламыз. Бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, үстіне нанын бір илеп, басып, қайтадан 20 минутқа жылы жерге орап қоясыздар. Дайын болған қамырымызды алып, оны оқтаумен 1,5 см қалыңдықта жайып шығасыздар. Дайын формамен немесе өздеріңізге ыңғайлы домалақ пішінде кесіп аласыздар. Кесіп алып, дайын болғанда жылы орташа отта пісіресіздер. Қызып тұрған майымызға пончиктерімізді салып, үстінен қасықпен майды құйып отырасыздар көтерілгенше. Қызара бастағанда екінші жағын ауыстырып аласыздар. Дайын болғаннан кейін суытып қойып қоясыздар. Осымен біздің үлпілдеген жұмсақ пончиктеріміз дайын. Үстіне қант ұнтақтарын сеуіп әрлесеңіз де болады. Шоколадпен әрлесеңіз де болады, мен сияқты. Қоңыр шоколадты алып, ерітілген үстіне дайын кәмпиттерді сеуіп шықтым. Ал келесі пончиктерге ақ шоколадпен дайын кәмпиттерді сеуіп әдемілік үшін жасап қойдым. Осымен пончиктеріміз дайын. Ал сіздерге сәттілік!